Қартаға бауыр айналдырамын. Ол үшін бір бас сарымсақ, бір ас қасық тұз, бір шай қасық қара бұрыш бәрін қосып араластырып аламыз. Енді бауырдың сыртындағы пленкасын алып тастаймыз. Мінекей дәл осылай. Оны алу оп-оңай. Одан кейін арасын ашып, ыңғайлап ұзынша етіп кесіп аламыз. Енді осы дайын болған бауырларды жаңағы тұздығымызбен әдемілеп тұздап, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Ары қарай тазалап жуылған қартаны сыртын айналдырып аламыз. Мінекей. Дәл осылай. Арасындағы бездер болса алып тастаймыз. Бұған да дайындаған тұздығымызды жағып аламыз. Енді орап жинап қоямыз. Оған дейін дәмдеуші сіңіп әдемі болып тұрады. Ал енді ары қарай екіншісінде осылай дайындап аламыз. Бетін жауып, оны да жарты сағатқа қойып қоямыз. Бәрі дайын болды, уақыт өтті. Енді бауырды қартаның ішіне айналдырамыз. Оны айналдыру қиын емес. Қолдың ептілігі ғана қажет. Мінекей дәл осылай оңай айналады. Қартаның екі шетін тіс шұқығышпен түйреп бітеп қоямыз. Мінекей дәл осылай бауыр айналдырылған қарта дайын.